Өзімнің кішкентай кезімнен суретімді салып жатырмын. Просто көбісі бұл жерде папасына ұқсаған, мамасына ұқсаған деген бір конкуренция емес. Бұл жерде барлығы айтады да: Зухра ханым, сіз кішкентай кезіңізде қандай болдыңыз? Сіз пластика көп жасаттыңыз, түріңіз қандай болды екен, наверное, сіз басқалай болдыңыз, там онша емес болдыңыз дейді. Кішкентай кезімнен сұп-сұлу әп-әдемі болғам. Өскеннен кейін де әп-әдемімін, Құдайға шүкір. Алланың бере салған түрі бар. Мен өзімнің түрімді 100% прям ауыстырып тастаған жоқпын. Сол түрім просто кішігірім коррекция. Көп адамдар мысалы айтпайды жасап жатқан нәрселерді. Мен сол нәрселерді жасап жатырмын. Елдің жасаған. Может, мен открыто айтатын шығармын сіздердің алдарыңызда: я, мен ананы жасадым, мынаны жасадым деп. Бірақ біздің әлемде қаншама қыз-келіншектер бар. Сіздер даже ойламайтын, даже намаз оқитын, даже хиджаб киетін қыздар бар, которые еріндерін істіретін. Мен ешкімді осуждать етпеймін. Бірақ көп қыздар ондайға жүгінеді. Мен бірақ енді бұл жерде баланың түрі папасына да ұқсайтын жерлері бар, маған да ұқсайтын жерлері бар. Главное, аман болсын кімге ұқсаса да. Енді дұрыс қой, екеуміздің де баламыз, так что қазір мен бір кездесуге келдім по работе. Ертең біраз жұмыстарым бар, біраз тірліктерім бар. Құдайға шүкір, барлығы оңынан, барлығы жақсы болып жатыр, шүкір. Қазір көп нәрсені айтып мақтануға да қорқып қалдым. Мақтанбай ақ, үндемей ақ жүре берейінші деп жатырмын ғой. Шүкір, барлығы жақсы. В работе, во всем. Сосын мен қасымды жасаған кезде барлығы ойбай деп еді. Түріңіз не болып кетті деп. Енді ортасында қазірде бірең-сараң адамдар айтатындар бар, бірақ өзімнің қасым өзіме қатты ұнап жатыр, қатты просто. Түрім прям. Кім не десе де, мен әр жасаған нәрсем, пластика темасына келетін болсақ, әр жасаған нәрсем өте идеально шыққан, барлық нәрсем. Единственное, что жалко, что мен Қазақстанда өзіміздің жерде жасатпағаныма сәл өкініп қалдым қасымда. Бұл жерден арзаныраққа жасар едім. Еще әдемі жасап берер еді. Қазірде неплохо. Күннен күнге әдем болып бара жатқан сияқты. Прям түрім күннен күнге от болып бара жатыр ма, білмеймін, бір өз-өзіме тамсанып, өз-өзімді жақсы көріп жүрмін соңғы кездері. Менің сұлулығыма тамсанып қойыңыздар, пожалуйста. Үндемей отыра берейінші. Все, целую всех. Сосын Ерасылдың басынан бір какой-то неприятный запах шығатын ғой. Жуса да всегда бір кірдің, майдың иісі шығып тұратын. Былтыр бір врачқа барып емделіп, қаралып, сонымен анандай деді, мынандай деді, бірнеше түрлі нәрселер жазып берді. В общем, бәленбай мыңға емдеттік, 0 результат болды. 0. Ана сасық иіс таки кетпеді. Жуған басы сондай сасып тұрады. 5-6 рет шампуньмен жуам, мынандай уыспен өзімде жудым. Сөйтіп, чат GPT-дан сұраймын, осылай емдеді, көмектеспей жатыр, не үшін деп. Ал Ерасыл бұрын бірінші классынан бастап өзі душқа түсетін. Мен өзім жуынам деп маған жуындырғызбайтын. Акаса басын өзі қатты тырнап жумағаннан, басында грибки өсіп кеткеннен, грибки дема, сондай, бір неприятный иіс шығаратын сондай болып кеткен екен, акаса. И соны ана бір аптекадан Низарал деген шампунь алдым. Сонымен жуып, тфай, осы екінші рет жудым, уже иісі кетіп жатыр. Почти бітті деп айтсам болады. Сонымен шашын даже парикмахерскийға баруға ұялып жүрген болдым, басының иісінен ше. Даже алыста тұрсам, машинаның артында отырсам, мен анам басының иісін сезем ғой. Фу деп уже қасына жақындай алмай жүрген ғой мен. Сонымен соны наконец-то емдедік. Шүкір осы выходнойларда. Сонымен жаңа футбольный формасын алып бердім. Енді маған кітап алып берші деп сұрайды. Бір қуантатыны Ерасыландай кітап сұрайды. Сондай бір полезный нәрселер сұрайды. Туған күніне еще фортепиано сұрап жүр, скоро уже туған күні, июньнің 15-інде. Сондай нәрселер сұрайды әйтеуір. Бұйырса алып берерміз деп отырмын. Басқа не жаңалық? Машинам антифризін құйып алдым. Өзіммен бірге запас алып алдым. Қазір салам сторисқа соны. Смотрите. Нет уже ничего. Антифриз закончился? Не знаю, выпил, наверное. Нет, он, кажется, пропускает. Тем более. В общем, там нету, да, антифриза? Нужно мне антифриз долить. В общем, я хочу купить и сама доливать там время от времени. Он должен быть полный, да, получается? Да, здесь его должно видно быть. Прямо вот здесь вот буквально это вот так. Прям видно его. В общем, осындай жағдай.
антифриздың бочкасын алдым да ауыстырсын деген, бірақ ол өте қымбат тұрады екен да. Сосын ладно деп шмоттанып неткен ғой, ауыстырмаған ғой. Сонымен енді қазір антифриз алып доливать етейін деп тұрмын. Запчастары слишком қымбат Мерседестің. Нет, может я куплю? Вот эта пластмасска, она должна быть Полностью закрыта, да? Да, это ее уровень. Ну хорошо, что я еще успела это понять, посмотреть. Әйел болсаң осы, машинаны түсінбейсің. Кеше бір досым келіп қарап беріп айтқан маған. Да? Ну-ка, чуть появляется. Еще чуть. Налейте прям до конца. Чтобы он полный был. Ну, полный тоже плохо. А, это плохо, да? Да. Еще Вот не видите, нет, нормально. Вы видите, пластмасска закрылась. нормально. Антифризом. Поднять. Она нелегкая, потому что, смотрите, чтобы снять сторис, она подложила, короче, мою сумочку, подперла, короче, свой телефон. Немен, компот пен. Короче, осылай. Новый тестировать, тесттан не істеп жатыр. Шанельде жаңа алған. Стоит своих денег. Пудра алдың ба? Пудра, да. Короче, солай. А мы пришли подкрепиться. Захотелось нам грузинской кухни отведать. Да? Да. Сейчас будем хинкали кушать. Да. Будет мастер-класс от меня, как кушать. Бисмилля. Вкусно? Очень. Очень вкусно. Мой соус? Горячо. Очень. Да. Давай попробуем с соусом. Вкусно. Так, короче, на готове Хочу у нас. грузина мужа. На готове у нас хачапури по-аджарски.